Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен өткен тақырыптарға бақылау тексеру жасаймыз, яғни Model Check 3. Exercise 1. Бірінші жаттығуда vocabulary дейді, сөздік. Look, read and number дейді. Қара, оқы және номерлерін қойып шық дейді. Бірінші мысалда көрсетілген Julia has got red hair деген. Джулияның қандай дейді шашы? Қызыл дейді, шашы қызыл екен, яғни мына жерге 0 деген номерді қоятын боламыз. Sam has got fair hair. Sam has got деген бізде бар деген, сол болып тұр деген. Fair hair. Fair деген сары шаш. Сэмнің шашы сары дейді. Мына жерде бізде қайсы? Сары шаш. Міне, яғни мұнда біз бірді жазамыз. Келесі. Tony has got a mustache and glasses дейді. Тонидің очкиі және несі бар дейді? Мұрты бар дейді. Бізде мына суретке қараймыз. Очки мен мұрты бар кім бізде? Мына сурет, Тони 2, яғни мұнда 2-ні жазамыз. Келесі. Jenny has got a ponytail, Jennyдің шашы хвостик дейді, болған шаш, Міне, ponytail деген осындай шаш. Яғни біз иға номер қанша? 3-ті қоямыз, мұнда жазамыз 3 деп. Келесі. D. Martha has got curly hair and glasses дейді. Мартаның шашы қандай? Бұйра және очки бар дейді. Міне, шашы бұйра және көзілдірігі бар дейді. Яғни мұнда біз 4-ті жазамыз. Келесі. Billy has got a beard дейді. Billyдің не дейді? Мұрты бар дейді. Мұнда 5-ті мұнда қойып жазамыз. Келесі. Next exercise 2. Read and underline. Оқы және белгіле дейді. Сыз дейді астын. Бірінші мысалда көрсетілген I have got a dog. Келесі. I hasn't got a freckles дейді. Біріншісі біз айға нені қоямыз? Хафты қоямыз ба? Has ба, Freckles деген ол бізде беттегі сепкіл, Айға біз have қоямыз, яғни біз have-тың астын сызамыз. We hasn't got a dark hair. We бізде аударылады. Have деген бізде has деген бар деп аударылады. Яғни біз we-ға have-ты қоямыз, Яғни haven't бізде жоқ дейді. Қара шаш бізде жоқ дейді. Қара шашты адам жоқ дейді. Has you got a brother, Не дейді? Сенің ағаң бар ма деп тұр, Мұнда қараймыз. Бірінші біз subject тауымыз керек, Кім? Кімнің, кім? Сен деп тұр, Мұнда сен болса, you болса, біз яғни have-ты қоямыз. Келесі. Have she got brown eyes. Оның көздері қоңыр дейді. She болса, біз has-ды қоямыз. Келесі. They have, біз they болса, яғни сразу have қоямыз. Have got a big house. Next, exercise 3. Read and write дейді. Оқы және жаз дейді. My, менің, your, сенің, his, ұлға, оның деп айтамыз. Her, ұлға, оның деп айтамыз. Қызға, оның деп айтамыз, Мына жерге қойып шығуымыз керек. He pencil case is green дейді. Оның пеналы green, жасыл деп айту керек біз. Яғни бізде оның деген he-ға біз his деп айтамыз, Мұнда жазамыз his. His pencil case is green. Next. Келесі екінші. My friend is shy дейді. My friend, айға менің досым ұялшақ деп тұр. Менің болса, біз my-ды қоямыз. My. Мына жерге my деп жазамыз. My friend is shy. This is Ben and he деп тұр. Оның, бұл Ben және оның
інісі, иә, heға біз оның деп аударатын болсақ, hizді қоямыз. Мұнда his деп жазамыз. Келесі. She's sister is 10 years old дейді. She болса, оның деп айту керек біз. Her болады бізге. She'да. Her sister is 10 years old. Is this бұл сенің school bag сумкаң ба деп тұр, You болса сен болады, сенің болса your болады. Яғни мұнда your деп жазамыз, Next exercise for read and match дейді. Оқы және сәйкестендір дейді. Who is this? Бұл кім деп тұр, Мына жерде бірінші мысалда көрсетілген. Бұл кім дейді? My grandpa дейді. Менің атам дейді. Келесі. What's your sister like дейді. Сенің сіңілің кімге ұқсайды деп тұр, Яғни мұнда қараймыз. Сіңілің, яғни she's friendly and kind дейді. Ол өте досшыл және өте мейірімді деп тұр. Яғни мұнда и деп жазамыз, Келесі. Has your mom got glasses? Сенің анаңның көзілдірігі бар ма деп тұр, Мұнда қараймыз. No, she hasn't. Жоқ, ода жоқ дейді, яғни D вариантын жазамыз мұнда. Have you got a brother? Сенің brother дейді, Сенің інің немесе ағаң бар ма деп тұр, Мұнда біз жауап береміз. Yes, I have деп жауап береміз, Яғни F вариантын мұнда жазамыз. Келесі. What does Айдар look like дейді, Айдар не дейді? Айдардың түрі қандай дейді? Айдарды сипаттап бер дейді. Бізде Айдар He's got dark hair. Оның қара шашы және beard дейді. Beard деген сақал, сақалы бар дейді. Яғни мұнда A вариантын жазамыз. Келесі. What's her name? Оның есімі кім дейді? Дания, Оның есімі Дания. Б'ді жазамыз мұнда. Өкінішке орай менде мына жерде жоқ. Listen and number дейді. Тыңдап, мына жерге номерлерін қойып шығуымыз қажет. Мына жерде, мысалға, мына жерде naughty, бұзық, clever, ақылды, мейірімді, сол сияқты сөздер болуы мүмкін, Келесі. 6. Exercise 6. Look, read and choose дейді. Оқы, қара, оқы және белгіле дейді. Қараймыз. My dad, мына суретке қараймыз. My dad has got a long short hair дейді. Менің әкемнің шашы ұзын немесе қысқа дейді. Мына шашы ұзын қысқа немесе деп тұр, Әрине қысқа, My mom hasn't got a ponytail дейді. Ponytail деген мынандай болған шаш, хвостик дейді, Менің анамның шашы қандай? Болған шаш, яғни has болады, Hasn't болса болмаған болып кетеді. Болымсыз түрге айналып кетеді. Келесі. My brother is shy, naughty дейді. Менің інім shy деген ұялшақ, naughty деген бұзық. Інісі бұзық па, ұялшақ па? Бұзық, яғни naughty деген сөзді белгілейміз. My grandpa has got a mustache, a beard дейді. Менің атамның мұрты немесе несі бар дейді? Сақалы бар дейді. Бізде мұрты бар, мына жерде сақал жоқ. Яғни mustache дегенді қоямыз. Келесі. My dad is funny, kind дейді. Менің әкем күлдіргі немесе мейірімді, kind. My mom has got dark hair, fair hair. Dark деген қара шаш немесе сары шаш, Мына жерде қараймыз. Шашы қара ма? Қара, яғни dark hair дейміз,